Тәуелсіздіктің туын ең алғаш көтерген әйгілі 1986 жылдың 16 желтоқсан еді. Таңертеңгілік сағат 10-да бар жоғы 18 минутта 26 жыл елді үздіксіз басқарып келген Қонаев түсіріліп, орнына Колбин ешкімнің пікірінсіз ұсынылған еді. Колбин деген кім? Сұраушысы жоқ, іздеушісі жоқ. Онша бізді қорлағаны қалай? Мен мұндайға келіспеймін. Көргенің айтқанына көніп, айдауына жүре беретін біз соншалық жігерсіз адам едік. Жоқ, біз Колбинді білмейміз. Неге оның орнына қазақ азаматты қоймасқа? Дұрыс айтасыңдар. Неге қазақ азаматы туылмады ма? Қазақтан ұл туылмады ма? Неге алаңға, үкімет үйінің алдына бармаймыз? Неге өз ойымызды, неге білдірмеске? Дұрыс айтасың, алаңға шығамыз. Қыратуға барайын деп жатқанымыз жоқ. Тек қана бейбіт түрде өміріміз қалай болатынын білейік деп барайық. Елестетіңдерші, біз өз елімізде, өз жерімізде өгейміз. Өгей болмаса, бір мекемеге барып, бір қағазды қазақша толтыра аласыңдар ма? Жоқ, болмаса бір жиналыста, бір ауыз сөзді қазақша айта аласыңдар. Әрбір подъезде, әрбір мекемелерде, бәрінде қазақ. Бір орыс көрмейсің. Жоқ, біз орысты қолдамаймыз. Қазақ болсын. Дұрыс айтасың, үкімет үйінің алдына барайық, алаңға шығайық. Шығайық алаңға. Колбин кетсін! Колбин кетсін! Колбин кетсін! Колбин кетсін! Колбин кетсін! Тоқтатыңдар! Жіберіңдер деді! Оңбағандар! Ой, Маншук Мамета келіпті ғой. Аты жөнін! Самира Мұхамеджанова. Алаңға не мақсатпен бардың? Біреу кетеді ме? Ешкім үгіттеген жоқ. Жай халық көтеріліске шығып жатыр деген соң. Көрейін деп бардым. Не көрдің? Ештеңе, мына қақаған мармызда халыққа машинамен су шаштыңдар. Алаңға барып бүкіл халық наркотикпен уланған маскүнемдіктер болды. Екен білесің бе ана? Маскүнемнес. Ондай бір адамды көрсем көзім шықсын. Әрине көрмейсің. Өйткені өзің сондайсың. Ақыл есі сау адам ол жерге аттап бара ма? Так, алаңға барғаны мойындайсың. Солай деп жазып қояй. Сонымен қалай соққыға жығылдың? Соққысы нес. Бұл да сенің солдаттарыңның кінәсі. Қасарыспа, бұзақылардың кінәлерін солдаттарға жаппақсың ба? Сізге керегі не сонда? Шындық па? Әлде біреуді қаралау ма? Ойлан, жақсылап ойлан. Ет қызумен көп нәрсені түсінбей отырсың. Солай ма? Не болса о болсын. Өзен де шындықты мойындамаймын. Ақ солай ма? Сайт қал. Онда өз обалын өзіне. Сен білесің бе? Мойындамасаң 5 жылға сотталасың. Әкет мана. Оңбаған хайуандар! Жібер. Алаңға не үшін
шықтың? Кім ұйымдастырды? Сене көріші, ешкім ұйымдастырған жоқ. Так, таяқты жұмсағаныңды мойындайсың ғой. Мен жай ғана қорғандым. Қайдағы қорғанған үчетті тұсың ғой. Темір күрекпен басымды ұрғалап жатқанда, ағашта көзімді қорғанғаным не күні? Олар тәртіп сақшылары не істесе өздері біледі. Үйде отырсаң кім тексеруші сені? Мен жай ғана қорғандым. Ух ты, декабрист. Сөзің енді түзіле бастады. Баянда, сөйле. Мысықпен шыққан ойнап қайтеміз. Сонымен Қонаев, Сүлейменов, Асқаров, Бекежанов, тағы сол сияқтылар аттары. Я, есіме түсті. Қонаев атамыздың аты, және де Олжастың өлеңдері есіме түсті. Дұрыс саны қанша? 7 миллион. Қылжақтамай жауап бер. Рас айтамын, Қазақстандағы барлық қазақ осыған мүше. Оттапсың, ақымақты тапқан екенсің. Бұлай қысыға берсең жыныңды қағып аламын. Неге үндемейсің? Айтатын еш сөзім жоқ. Неге ғана түсінбейсің? Статьяларда бар. Аз дегенде 10 жыл, немесе атыласың. Әкет бана! Жібер хайуандар. Өздеріңіз естігендей, ату жазасын жеріп ашуға алыстарды. Бұлармен біреуге қуаныш, біреуге жұбаныш, ал біреуге азап. 11 айдың ішінде қайғыға сіреттен жүйке тамырын әбден жұқарды. Әбден шаршадым. Бұл дүниедегі зор бақыт, еркіндік екен ғой. Кім білген? Адамның бостандығы бір күн қамастағы бар ғұмырдан әлде қайда қымбат екенін енді білгендеймін. Осы түрмедегі біздің өмірімізді адам түгіл итке бермесін. Сәлеммен, ұлдарым сәлем. Мұхтар Шаханов ағамыздың комиссиясына хат жазған едім. Бір 10-шы жыл желтоқсан оқиғасына қатысқандарды толық қақтады. Түрмеде қара қамаста отырған сендерді тезірек шығарып ал дедім. Бүгінгі күндері қазақ жастары толық өсті. Әлі де болса қара күштер шындықтың бетін аштырмауға тырысып та жатыр. Өз көзіммен шет жағасын көріп те қайттым ауылға. Бастысы, шындықта желтоқсан ұйымындағы жастарымыздың еш жүзіне паш етіп, жариялай алса болғаны. Жақында сені босату туралы үкімде күшейетінін хабарладым. Өзі, бостандыққа шығасың. Көріскенше, сәлеммен, Адана. Желтоқсанда шындық жырын шырқаймын деп жар құрдым. Желтоқсанда егеменді ел болсақ деп талпындым. Кеудем бәрі сызы жатыр сол кездегі салқынның. Айналайын жас қайратым, жас өлкені халқанның. Өздерінің қай сәтінде бірлік болмақ қалауы. Лаула желтоқсанның мұзға жаққан алауы. Өздеріндей өр намысты жас өлкені бар елдің. Ешқашанда ел кеуге тиіс емес.